Құрметті ұстаздар, ұлағатты әріптестер, біріншіден барлықтарыңызға көріп отқанымға қуаныштымын. Барлықтарыңызға осы кешке жиналғандарыңызға қайырлы кеш дегім келеді. Ал енді білесіздер, алдында 23 қараша күні елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің осы тәуелсіздік елде осы саяси партия басшысы бола отырып, Нұр Отан партиясының өкілеттілігін қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа тапсырған еді. Бұл да бір саяси шешім деп қабылдауымыз керек, себебі 20 жылға жуық осы партияны орынбасар болған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз өкілеттігін қазіргі президентке табыстады. Ал енді осы табыстаған бір бөлек мәлімдеме десек те болады. Поколение Z деп қояды, яғни осы Z поколениясының жастары дейді. Бұл бүкіл әлемдегі тренд қалыптасқан. Лебедеева Альфия Сагитовна, бастауыш сынып мұғалімі, елдіктің 7 тұғырының 2-ші тұғыры бірлік пен келісім, елдігіміздің мызғымасы тұғыры жайында айтып өтемін. Елдіктің 7 тұғыры атты қағиданы елбасы 23 қараша күні Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында ұсынды. Бұл 30 жылдықтың белесті елмен бірге өткерген елбасы ретіндегі менің жас ұрпаққа жолдар үндеуім деп қабылдаңыздар, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Жер жүзінде өз алдына дербестігі жоқ қанша ұлт пен ұлыстың барын ескерсек, еселі еңбекке арналған 30 жыл ұлт тарихында алтын әріппен жазылары анық. Жер ата-баба мұрасы, халық қазынасы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында жас ұрпаққа үндеу жолдады. Осы орайда жаңа дәуірдегі қазақстандықтарға бағдар болатын елдіктің 7 тұғыры атты қағидаттар жиынтығын ұсынамын. Бұл 30 жылдық белесті елмен бірге өткерген елбасы ретіндегі менің жас ұрпаққа жолдар үндеуім деп қабылдаңыздар, деген Нұрсұлтан Назарбаев 7 тұғыр деп атаған ұғымдарға жеке-жеке тоқталды. Соның 3-ші тұғырына кеңірек тоқтала кетсек, жер ата-баба мұрасы, халық қазынасы. Тұғырына бейбіт заманның ғұмыры баянды болғай. Себебі барлығымызда бейбіт заманда өмір сүруге лайықпыз. Қай заманда болса да қазақ халқы өз жерін қасы қаны қалғанша қорғай білген. Осыған байланысты бір-екі аңыз фактілерді айта кетсек артық болмас. Соған сұрағыма жауап берсеңіз. Қазіргі тәуелсіз Қазақстан қалай ойлайсыз? Жау шаба ма, шаппай ма, қалай? Жерімізді қалай сақтап қалу керек қой? Сақтай аламыз ба, сақтай алмаймыз ба? Қандай жолдармен? Жау шапса да оны Себебі ескерегеніңіз жаныңызды айдасармен? Біз қазір бүгін талқылап отырмыз ғой, елдіктің 7 тұғыры деп елбасымыздың өзі атап өткендей. Бұл тұғырды елбасының өзі барлығымыз айтып отыр, осы болашақ жастарға ұсынып отыр. Болашақ жастарға ұсынып отыр. Ол неге? Мына біздің өзіміз ата-бабамыздан қалған жеріміз, ең басты біздің байлығымыз осы жеріміз. Соны жастарды ең бірінші сол тәуелсіздік, найзаның ұшымен келген тәуелсіздігімізді ең басына қойып отыр. Неге? Себебі сол тәуелсіздік арқылы жастарды тәрбиелеп, өзіміздің елімізді, жерімізді сақтай аламыз деп. Осы тұғырды, 7 тұғырды осы жастар үшін, солардың болашағы үшін, жастар білімді болсын, өз жерінде, өз елінде ешкімге тәуелді болмай, өсіп, өнсін деп, осы болашақ үшін. Ол жау шаба ма, жау шаппай ақ қойсын, неге шауып жатса қандай не болады дейді. Сол үшін осы 7 тұғырды ұсынып отыр. Одан кейін осы тұғыр арқылы жастарымыз өсіп, өніп, білім деңгейін көтерсе, бұл жерде ақылмен елбасымыздың жолдаған жолдаулары, үндеулер, насихаттарының барлығы осы жерімізді, елімізді сақтауға тірек қой. Бағана енді жан-жақтан әлемнен төніп тұрған қауіптерді айтып жатсыздар. Жалпы енді оны елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ескертіп кетті. Ал енді Гүлжан Қандайдың айтқан, былайша айтқанда, сол сөздің жаны бар деуге болады. Бұл жер тек қана біз әскерде емес. Біз әскерде білесіздер, 89 жылы Невада Семей қозғалысы болып атом бомбасынан да ядродан да бас тартқан едік. Бұның қазіргі таңда мысалы қарап тұрсақ, әскерге сенетіндей, былайша айтқанда, бізде атом электр станциясы жоқ. Енді салуға бел буып жатыр. Ал енді бізде қалай қорғанамыз деген сұрақ болуы мүмкін ғой. Ал енді сұрақта
Біздің қорғанатынымыз бағанағы тәуелсіздік. Орыс тілі әдебиеті мұғалімі. Мен 4-ші тұғырды қорғаймын. Отбасы мен салт-дәстүр қоғамның алтын діңгегі. Жаңадан бері біздің әріптестеріміз айтып өткендей, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев біздің елбасымыз жақында өткен Нұр Отан саяси партиясында өзінің 7 тұғырын мәлімдеп айтты. Соның 4-ші тұғыры отбасы мен салт-дәстүр қоғамның діңгегі екені жайлы айтып, отанға деген сүйіспеншілік, өз отбасына, ауыл аймағына, еліне деген махаббат пен жанашырлықтан басталады деді. Отбасы ұрпақ тәрбиесінің ұстаханасы, отбасы институты болу керек деді. Салт-дәстүр мәселесін қарап жатырсыз. Ал енді білесіз, қазақ бағана салт-дәстүрге бай деп жатыр. Дегенмен қазір жаһандану, глобализация білесіздер, салт-дәстүрдің өкінішке орай тозуының озуы да бар. Осы орайда қазіргі қоғам мен бұрынғы салт-дәстүріміздің ішінен қазақ қоғамына, қазіргі қоғамға қауіп-қатер төндіре ме? Және оны қалай түсіндіріп бере аласыз? Бұрынғы салт-дәстүр, бұрынғы қоғамдағы қазіргі жаһанданған заманда, қазіргі жастар, қазіргі қоғамда ол қауіп төндіре ала ма? Жоқ па. Салт-дәстүр негізі в общем алса ол қауіп төндірмеу керек. Бірақ маған мына жерде мысал деген бұрынғы заманда алып қашу деген болады. Негізі қазақтың салт-дәстүрі естеріңізде сақтағаныңыздар, ислам дінінде де бір зияны жоқ, басқалардың сияқты емес. Оны қазақтың салтын ырымы болсын, ар жағында тыюы болсын, оның бір жаңағы ислам дініне қарама-қарсы не шығып. Одан кейін бағана сол алып қашу мәселесі бұл енді білесіздер, Қыз Жібек Төлеген. Ол оның барлығы тек қана осы дәстүрдің ұмыту барысында жасалған фильм, жасалған әңгіме. Оның барлығы бұл жайлы Талас Омарбековтің кітабында жазылған. Елбасы сөзбен айтатын болсам, осы орайда жаңа дәуірдегі қазақстандықтарға бағыт болатын елдіктің 7 тұғыры атты қағидаттар жиынтығын ұсынамын. Бұл 30 жылдық белесті елмен бірге өткерген елбасы ретіндегі менің жас ұрпаққа жолдар үндеуім деп қабылдаңыздар деген Нұрсұлтан Назарбаев 7 тұғыр деп атаған ұғымдарға жеке-жеке тоқталды. Және біз осы 7 тұғырға бүгін өз ұжымымыздың ішінде тоқталып жатырмыз. Соның ішінде мектебіміздегі тілші әдістемелік бірлестігіне қорғайтын 5-ші тұғыр ұлттық мәдениет халықтың рухани тірегі. Және осы тұғырды таныстыратын мен Естұрғанова Гүлжахан боламын. Осы кезде жалпы тоқталатын болсақ, мәдениет бұл елбасы қазір айтып отыр, өзіміздің мәдениетіміз туралы, мәдениетіміздің байлығы жалпы қазақ халқымыз салт-дәстүрге, мәдениетке өте бай халқымыз. Бұл барлығымызға аян. Осы мәдениетіміздің мықтылығының арқасында біз Еуразияның ең бай да бірегей мәдениеттің қатарына кірдік. Және ол үшін біз мақтануымыз да керек, және мақтаныш қылып да айта аламыз. Енді қараңыз, қазіргі уақытта қазақ жастары қазақтың мәдениетін емес, сыртқы мәдениетті алып жатыр. Бұл халқымызға, өзіміздің мәдениетті ұмытуға әсер ете ме? Негізі әсер етеді, бірақ қазіргі таңда ол рас біздің жастарымыз жаңағы шетелге еліктеп жатырмыз. Көбінесе жаңағы бәріміз мысалға қазір қарасақ, жастар бұрынғы кезде не істеген мысалға асық ойнады бала кезде, дұрыс па? Асық ойнады, одан кейін балалар жаңағы жарапазан айтатын көшеде. Қазір қарасақ барлығы ғаламтордың дамыған заманы. Еліктеушілік басым болып тұрда біздің қазіргі өмір сүріп жатқан қоғамда. Жастарымыз соған қарай бейім болып бара жатыр. Жалпы мәдениетті білеміз екіге бөлінеді, рухани және материалдық мәдениет. Ал енді қараңыздар, осы орайда біздің жастар қоғамда егер рухани мәдениетіміз 100% мысалы, егер сол рухани мәдениетіміз жоғарғы сатыда орналасатын болса, ол сыртқы материалдық мәдениеттен біз осы басқа Еуропа мемлекеттерінен үлгі алуымыз керек. Оның плюс, яғни минус деген жақтары бар. Плюстың алу керек, ол әр адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Мысалы, керек жағын алу керек та. Және салт-дәстүрді айтып жатсыздар, қауіп төндіре ме деп. Оны ойлаймын, бұрынғы заманның өзінде ешқандай қауіп-қатер төндірмейді олар. Бірақ қазіргі заман талабына сайы бар, және сай еместігі бар да, әр адам өз керегін алады. Яғни бұрынғы заманмен керекті нәрсені алып, қазіргі заманды ұштастырып, яғни баланс сақтау керек. Спорт маманы мұғалім келемін, бүгінгі тақырып 6-шы тұғыр. Тақырыбымыздың аты білім мен еңбек бақуатты өмірдің кілті.
яғни келесі елдіктің 7 тұғыры. Тәуелсіздік кез келген азамат үшін ең қастерлі құндылық. Екіншісі, бірлік пен келісім еліміздің мызғымас тұғыры. Үшіншісі, жер ата-баба мұрасы, халық қазынасы. Отбасы мен салт-дәстүр қоғамның алтын діңгегі. Ұлттық мәдениет, халықтың рухани тірегі. Білім мен еңбек, бақуатты өмірдің кілті. Елбасының бұл үндеуін жастардың санасына бірлесіп сіңіруіміз қажет. Ата-бабамыз аманаттаған тәуелсіздікті тұғырлы ету жастарына қолында білімімізбен тек келген уақытты өзекті болып қала бермек. Себебі Мұхтар Әуезов атамыз айтқандай, адам мен адамды теңестіретін нәрсе білім. Бізден тек керемет білімді профессорлар шығады. Талай әлемді мойындатқан университеттен де көріп жүрген лайықты кісілер. Бәрі алдыда ең бастысы міне елбасымыз осындай бөліп шегелеп тұрып берді ғой. Енді болашақта барлық өзіміздің қолымызда тіліміздің тазалығын сақтау, білімімізді жетілдіру, әрқашан өзіңді дамыт деп отыр ғой. Енді біз білеміз, Қазақстан Республикасының қазіргі уақытта білім деңгейі жақсы дейді да, сырт мемлекеттермен салыстырғанда. Не себептен Қазақстанның білімі басқа мемлекеттермен неге келе алмайды, бәсекеге келе алмайды? Не себептен? Каспий кезі бәріңіз білесіздер, бәріңіздің күнделікті қолданатын, былайша айтқанда ең бір күнде кіретін важный приложениелеріңіз бірі. Оның руководителі Михаил Лантадзе осы елбасының тікелей қолдауымен болашақ бағдарламасымен Гарвард университетінде оқып келген азамат. Және оның еңбегінің жемісін қазір көріп отырмыз. Енді жетінші тұғыр прагматизм, бәсекеге қабілетті болудың кепілі. Енді прагматизм деген сөз өзіңіз түсініксіз. Осы прагматизм деген сөздің өзіне келетін болсақ, прагматизм ағылшын тілінен прагма іс-әрекет деген мағынаны біледі. Ол қазіргі заман философиясындағы субъективті, объективті, идеалистік бағыт. Прагматизмді таза ақыштық философия деп түсінуге болады. Ол әлі күнге дейін ақш қоғамында ықпалға ие, яғни американдық төл философиясы болып табылады. Прагматизм терминін мәдени айналымы 19 ғасырдың 70-ші жылдарында америкалық философ Пирс деген ғалым енгізді.